Тоғысқан тағдыр. Бірінші бөлім. Авторы Анаргүл Алмасбекқызы. Жұмыстан шыққан Құралай пәтеріне асықты. Ауылға жіберемін деп дайындап қойған базарлығы бар. Оның ішінде інісіне алған ерекше сыйлығы бар. Туған күніме әпересің ғой деп қиылған. Көз алдына інісінің қуанғаны, алақайлап секіргені елестеп кетті. Өзі де соған мәз болып, іштей қиялданып келе жатқан Құралай сүрініп қалады. Қолындағы пакеті шашылып, алмалары жан-жаққа домалап, өзі отырып қалды. Оңбай сүрінсе керек, тізесі жырылып үлгеріпті. Осы кезде қасына бір жігіт жүгіріп келді. «Бір жеріңізді ауыртып алмадыңыз ба?» деп сүймелдеп тұрғызды. «Рахмет, өзім кінәлімін», деді ауырып кеткен аяғын сүйрелеп тұрып. Жаймен заттарды жинастыра бастады. Жігіт те домалап кеткен алмаларын жинап беріп, «Абайлап жүріңіз», деді. «Жүре аласыз ба?» деп қарап тұр. «Рахмет, я өзім жүремін», деп Құралай ақсаңдап жүріп кетті. Жігіт артынан қарап тұрып қалды. Сол күні сыйлықтарын почтаға апарып, ауылға жіберіп, бір істі тындырғанына риза болды. Кеште қасында жататын құрбысы да келеді. «Ертең екеуміздің сменіміз бірге екен. Жақсы болды ғой. Онда жұмыстан шыққан соң бір жерге барып қыдырайық та». «Үйде жата беріп ішім әбден пысты», деді Гүлзира. «Көремін, алдымен ертеңгі күн болсын да. Сен осылай сөйлесін, сенімен жүрген түк қызық емес», деді. Құралай жай ғана күле салды. Құралай Гүлзирамен бірге шырын шығаратын заводта жұмыс істеп жүргеніне 3-ші жыл. Басында жай ғана жұмысшы болып кірген. Қазір диспетчер болып алған. Айлығы жақсы. Тіпті ауылға ата-анасына жіберіп тұрады. Осылай жүре бермей жақсы жігіт тауып, байға тиіп кету керек. Әйтпесе шаршап кеттім, деді Гүлзира айна алдында боянып отырып. «Байға дегенде не жақсылық бар дейсің? Одан да оқыған дұрыс. Байың сені асырайды, жақсы емес пе?» Келесі күні соңында жарты сағаттық жиналыс болды. Бұл жиналысқа барлығы қатысады. Осы жерде Құралай кешегі жігітті көрді. Ол да мұны көріп қасына келіп орын алады. «Сәлеметсіз бе?» «Сәлеметсіз», деп Құралай мен Мирастың танысығы осы жерден басталады. Мирас Құралайды бір көрген жерден ұнатып қалады. Мирас Құралайдың ұзын бойлы, белі қылдай киген киіміне өзіне жараса кеткен. Қою қара шашын желке тұсына түйіп алған. Күлгенде бетінің шұңқыры бар қыз. Енді оның ойынан шықпайды. Құралайды көргісі келіп, жұмысқа келген кезде көзімен іздеп тұрады. Көрген кезде іші жылып, көңілі көтеріле қалады. Қасына барғанша асығып, жұмыстың тезірек біткенін күтіп жүретін болды. Құралай да Мирастың өзіне деген ықыласын сезсе керек, қарсы болмады. Екеуінің махаббаты басталып, бақыттан бастары айналып жүреді. Мирас заводта жүргізуші болып жұмыс істейді. Завод өнімдері қаладағы дүкендер мен қоймаларға тасиды. Арасында көлігін бастықтан сұрап алып, Құралайды қыдыртады. Бүгінде екеуі қала сыртына шығып кеткен. Көлдің жағасына келіп, жұптарын жазбай отырғандарына мәз болды. «Ауылда бармағаныма көп болды. Үйдегілерді сағындым. Демалыс күндері кетемін», деді Құралай. «Онда сені күтіп жатамын». «Сен де бармайсың ба?» «Барамын ғой, кейінірек болмаса». «Еркектер сағынбайсыңдар». «Мамамды, папамды сағындым. Үйдегі бауырларымды сағынып кеттім». «Сен сағынбадың ба?» «Қашан бардың соңғы рет?» «Мен үйден кеткеніме 2 жыл болды». «Содан бері бармадың ба?» «Жоқ», деді. Құралайдың көздері бақырайып. «Тас жүрек екенсің», деді көздері бақырайып тұрып. Мирас күлді де қойды. Демалыс күндері Құралай жоқ. Уақытын өткізе алмай отырған. Телефоны шырылдап қоя берді. Өгей шешесі Дариға екен. «Мирас, амансың ба? Әкеңді көлік қағып кетті. Ауруханада. Келесің ба? Сені көргісі келеді», деді. «Жақсы, қазір шығамын», деп жолға жиналды. Баймұрат ауруханада, жағдайы ауыр, сынбаған жері жоқ.
қозғалысы жатыр екен. Мирасты көргенде: балам, келдің бе? Мен саған жақсы әке бола алмадым, кешірші мені, дейді ұлына. Олай демеңіз, әке, барлығы жақсы болады. Жатсым мынау, қайта тұра аламын ба деп баласына жыларман болып қарады. Уайымдамаңыз, әке, өзім сізге көмектесемін ғой. Саған қарайтын менде бет жоқ, кешірші мені, дей берді. Осы кезде бөлмеге Мұхит кірді. О, братан, қалайсың? Деп Мирасқа қолын созды. 2 жыл көрмеген інісі кәдімгідей бойы өсіп ержетіп қалыпты. Баймұраттың қасында қалған Мирас 2-3 күнге жұмыстан сұрануына тура келеді. Әкесін жатқызып, тұрғыздырып, ары-бері тасып жүріп қалады. Күн ұзақ Құралайдан хабар күтеді. Арасында өзі бірнеше рет қоңырау шалып, SMS-тер жазады. Бірақ жауап жоқ. Қобалжи бастаған Мирас Гүлзираға хабарласады. Бір қызығы да, ол да жауап бермейді. Баласының мазасы кеткенін байқаған Баймұрат: балам, телефоннан бас алмадың, мазаң кеткен сияқты, деп сұраулы көздермен қарады. Жай біреумен хабарласа алмай отырмын. Мен саған кедергі болсам, алаңдама, қайта бер. Жоға, түкте болған жоқ, деп тағы 2 күн қалады. Баймұрат жатқан жерінен басын көтеріп, өзі тамақ ішіп, өзі тұруға шамасы келгенде Мирасты қайтарады. Мирас қалаға келген бойда Құралайдың пәтеріне келеді. Келсе есік жабық, қоңырауын басса ешкім ашпайды. Есікті күзетіп қараңғы батқанша отырады. Түнде ұйықтай алмай мазасы кетеді. Жұмысқа келгеннен Құралайды іздейді. Құралай жұмысқа келмеді. Ол жұмыстан шығып кетті ғой, білмедің бе, деп қарап тұр жұмыста. Ештеңе түсінбеген Мирас Гүлзираны іздеп тауып алды. Мирас Құралай жұмыстан шығып кетті. Оны айтты. Я, ол кеткен соң пәтерде жалғыз тұрғым келмеді. Басқа пәтерге ауысып алдым. Құралайға не болды? Неге маған қоңырауларыма жауап бермейді? Мирас, ол тұрмысқа шығып кетті ғой. Саған айтпа деп еді. Оны ұмытқаның дұрыс. Не? Кімге? Деді Мирас ештеңе түсінбей. Ауылға барғанда оны бір сыныптасы алып қашты ғой. Содан қалды, деді иығын қиқаңдатып. Басына жай түскендей болған Мирас артқа шегіне берді. Сол күні жұмыста меңіреу адамдай болып жүрді. Кешке қасында жүрген Досжанға: бүгін жақсылап бір демалайықта, деп еді. Айтсаң болды ғой, жүр, деп қоштай кетті. Екеуі түнгі клубқа келіп біраз жүреді. Одан шығып сыраханаға келеді. Қастарына 2 қызы қайдан қосылып алғаны белгісіз таңға бірге жүреді. Ертеңде жұмыстан қалып үйде жатады. Осылай 1 апта өтеді. Есін жиса шаңқай түсте бір төсекте жатыр екен. Біреуі есікті тарсылдатып ұрып жатыр. Содан оянып кеткен болса керек, аузы кеуіп қорғап кетіпті. Есіктің ар жағынан пәтер иесінің даусы шықты. Аш есікті, қазір сындырамын, сосын өзің саласың, деп бажылдап жатыр. Орнынан сүйретіліп тұрып есікке әрең жетті. Ашып еді. Ужас, мына түрің не? Жап-жас болып алып, не сұмдық мынау? Деп Мирасты қағып өтіп терезеге барды. Күннің аязығына қарамай терезені айқара ашып тастады. Даладан суық ызғар бірден кіріп Мирастың денесін тітіркендіріп жіберді. Шашылған бөлмені бір шолып өтіп: сен, балам, мұндайың жоқ еді. Не болды саған? Деп Мирасқа тесіле қарады. Суықтан басы серги басқан Мирас 2 қолын айқара қусырып алған. Төсегіне отыра кетті. Үндемейді. Маған пәтер ақыны қашан бересің? Уақыт асып кетті ғой, деді енді қабағын шытып. Мираста әлі үн жоқ. Сенімен алысып жүретін жайым жоқ. Төлей алмасаң пәтерді босат. Менде адам дайын кіргізетін, деді. Ертең міндетті түрде беремін, Гүлия тәте. Я, көремін сөзіңде тұрғаныңды, деп үйден шығып кетті. Мирас дереу барып терезені жапты. Қайтадан төсегіне құлай кетті. Құралай ауылға келгенде сыныптасы Сабыржанды бір көрген. Жай ғана амандасып, қасынан өте кеткен. Мектепте жүрген кезде Сабыржанның өзіне деген көңілі бар екенін білетін. Саған ғана үйленемін дегенде күліп қойып жүре беретін. Сол Сабыржан Құралайды қайта жолда алып қашады. Одан осы қылықты күтпеген Құралай барынша қарсылық көрсетеді. Оған көнсін бе? Машинаны пипылдатып дарбазадан кірген кезде барлығы кешеді. Жеңгелері машинадан алып түсіп, жұлқынғанына қарамай басына орамал салып,
шымылдықтың артына апарып отырғызып қойды. Құралай Сабыржанға жылап, қанша жерден жалынса да қарамады. Осылай босаға аттап, келін болып қала берді. Үй толған қонақ, аңдыған адам. Қуғыншылар келіп, үйге кіргенде Құралайдың соңғы үміті еді. Жеңгесіне жыламсырай, мен қалмаймын, мені алып кетіңдер дегеніне жеңгесі. Ауыл адамдары, ата-анаңды ұятқа қалдырасын, ертең көшеде жүре алмай қалады. Менің жүретін жігітім бар деп сөзін аяқтамастан, Сабыржан емес, жақсы жігіт, жақсы жерге келдің. Енең де жақсы, адам жынды болма, махаббатты қайтесің, абыройыңды ойла деп тастап кетеді. Бағанадан бері кімге хабарласа алмай отырсың, берші қолыңдағы телефонды деп жұлып алды. Содан ол телефон қолына қайта түспеді. Мираспен хабарласа алмай Құралай қалды. Алғаш Гүлзирамен сөйлесіп үлгергені болмаса. Құралай жеңгесіне алып кетіңдер, жігітім бар деп айтып жатқанына тасада тұрған Сабыржан естіп қалады. Іші қылп ете қалады. Қызғаныш бір сезім билеп сұрлана түседі. Содан аңдып жүріп телефонын алады. Сыртқа шығып барлығы ақтарып тексеріп үлгерген Мирас. Ол Мирас пен Құралайдың толған суреттерін өшпенділікпен бір қарап, телефонды тасқа аямай ұрады. Парша-паршасы шыққан телефон сол жерде қалады. Арада 2-3 күн өткеннен кейін Құралай, телефонымды берші дегенде қолына жаңа телефон ұстатады. Түк түсінбеген Құралай, маған өзімдікі керек дейді. Жаным, өзіңдікі жоқ. Болды, өткен өміріңді ұмытасың енді, деп Құралайды құшағына алып бетінен сүйеді. Құралайдың денесі тітіркеніп кетеді. Тамағына келген тығылған өксікті әрең тияды. Құралайдан айырылған Мирас 2-3 айға дейін есін жия алмай жүреді. Бір күні қасына әріптесі келіп, Мирас, сүйген қызың кетіп қалды, түсінемін, бірақ ол өмір осымен тоқтап қалған жоқ қой. Әлі жассың, бақытыңды табасың. Неге сонша таусылып ішіп кеттің? Таста бұныңды, деп кәдімгідей зекіп сөйледі. Я, басында мен де солай ойлағанмын. Қыз деген не? Мен бірақ басқа нәрсеге күйемін. Не болды сонша? Мен бұл өмірде бақытсыз адаммын. Туғаннан жалғызбын дегенде көздерінен ыстық жас ұшып шығып кетті. Қой, олай деме. Әкең бар емес пе? Мен туа салып анамнан мені атама тастап кеткен. Анамның кім екенін де білмеймін. Бала күнімде анам келеді деп үміттеніп күтетінмін. Бір рет болса да көргім келетін. Өсе келе ол үмітім өшті. Қазір оны көрмесем де жек көремін. Көргім де, іздегім де келмейді. Анаммен қоса әкем де тастап кетті. 10 жасқа келгенше атам мен әжемнің қолында өстім. Әкем үйленіп, өз балаларымен әуре. Әжем қайтыс болған соң амалдың жоғынан мені қолына алды. Өгей шешемнің көрсетпегені жоқ. Сонда мені әкем қорғай алмады. 18-ге толғанда өз үйімнен безіп кеттім. Өмірімде бір рет ғашық болып едім, ол да мені тастап кетті деп жерге біраз қарап отырды. Олай деме, болашағың алда, өміріңе балта шаппа. Мен сонда ешкімге керек болмағаным ғой, неге? Менің соншалықты қандай кемшілігім бар? Неге мен мына өмірден титтей болса да пана таппай жүрмін деді. Өзегі өртенген Мирас біраз уақыт өзіне келе алмай жүрді. Жұмыстан да жолы болмай шығып қалды. Қайта-қайта іше бергенді кім жақтырсын, жұмыстан шығарып жіберді. Пәтер иесі тағы келіп тұр. Пәтерақы төлейтін уақыт асып кетті. Қашан бересің дейді тесіле қарап. Мен жұмыстан шығып қалдым. Жұмыс тауып алайыншы Гүлия тәте. Ой балам-ай, мына заманда жұмыс табу оңай емес. Сен жүрсің бар, жұмысыңнан айырылып. Не дейсің енді маған? Алдамаймын, 2 айдың ақшасын бірден беремін. Былай істейік, мен сенің қасыңа тағы бір адам кіргіземін. Екеу болып тұрасың, бірақ бағасы сол қалпы өзгермейді. Ол келісіп тұр, сен қайтесің дейді. Енді менің басқа таңдауым жоқ, келіспей қайда барамын? Онда болды, оған кел деймін. Бірақ 2 айдың ақшасын төлейтініңді ұмытпа. Жақсы, рахмет сізге, түсіністікпен қарағаныңызға. Қайтемін енді, сен де бір қазақтың баласысың. Бұлай сенің жаман емес екеніңді түйсігім сезеді. Титтей болса да жасаған жақсылығым болсын. Гүлия тәте жақсылығыңызды алладан қайтсын, рахмет деп пәтерде қалады.
баспанадан айырылып қалмағанына риза болып жұмыс іздеуге кіріседі. Қасыма қандай адам келеді екен деп ойланып қалады. Күн ұзақ көшеде жүріп жұмыс істейді. Түк таппаған соң пәтеріне қайтады. Кешке келсе бөлмеде біреу жатыр. Теріс айналып бүк түсіп алған. Мирастың кіргенін естісе де қозғалмады. Тек таңға жуық орнынан тұрып шығып кетті. Мирас үйге келгенде жатады. Таңға кетеді. Осылай 3-ші күн дегенде екеуі танысады. Жасы 40-тардың үстіндегі ер адам. Қолында балықтар бар, сырасы бар. Ал бауырым, танысайық, Қалдыбай атым, деп қолын созды. Мирас: жақсы, қайда жұмыс істейсің? Кеше ғана кірдім жұмысқа, жүргізушімін. Мен де сол жүргізушімін. Мына төмен жақта жұмысшыларды таситын автобус айдаймын. Жарты жыл жүріп әрең тапқан жұмысым. Мені ешкім жұмысқа алмайды, деді таңқала қараған Мирасқа. Отырып шыққанмын, қорықпа, кісі өлтіріп, ұрлық жасаған жоқпын, деп мырс ете қалды. Ол өзінше бөлек әңгіме, бір ыңғайға келгенде айтып беремін, деді. Отырғаным сол, әйелім баламды алып кетіп қалды. 7 жыл оған көп көрінсе керек. Мен бірақ 5 жыл дегенде шықтым. Үйімді сатып жіберген, бауырым үйіне кіргізбей қойды. Мен оның балдарына қатынның айтуы бойынша жаман үлгі көрсетеді екенмін. Кетіп қалдым, жалғызбын, деді сөзін аяқтап.